шарлатандар ғой жүрген. Мен сені бүйтіп тастаймын, емдеп тастаймын, бүйтіп тастаймын дейді. Бұл барған адам ауруына ауру қосып қайтқаннан басқа еш нәрсесін алып қайтпайды. Ассалаумағалейкум, қадірлі жамағат. Емшіге қаралудың дұрыстығы не бұрыстығы туралы ұстаз Арман Қуанышбаевтың керемет уағызын соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Біздің арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз, жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Емшілік мәселесіне келетін болсақ, рас бауырлар, біздің мынау қазақтың даласында ондай адам болмады деп айтпаймын, бірақ білесіздер, егер бір адам бақсы болса, емшінің ең төресі бақсы ғой. Бақсы жынмен емдейтіндігі бәрімізге мәлім. Сол үшін бақсының моласын жұртқа қосып көмбейді. Жалғыз қалған адамды не дейді? Қазақта теңеу айтқанда, бақсының моласындай болып дейді. Жеке көміледі. Мұсылмандардың моласына қоспайды ондай адам. Оның моласы шетте, бір өзі жеке көміледі, жанына адам көмілмейді. Ол оның киелілігінен емес, ол сол қазақтың даласындағы молдалардың үкімі еді. Бұл жынымен емдеді, сол бөлек тұрсын. Дін тұрғысы жағынан бұл кісі бізден бөлек адам дейді. Ал енді ол бақсы бір бөлек шығар, ол енді мынау енді қарапайым қара тілде айтсақ, мынау қазақи тілде, дін тұрғысынан емес, қазақи тілде айтсақ, ол бір таза бақсылар шығар, ол кездің бақсылары да. Қазіргі кезде көбінесе мынау цирковый артистер сияқты шарлатандар болып жүрген. Мен сені бүйтіп тастаймын, емдеп тастаймын, бүйтіп тастаймын дейді. Бұл барған адам ауруына ауру қосып қайтқаннан басқа еш нәрсесін алып қайтпайды. Пайғамбарлар да шығып жатыр. Мынау Қарақұмның өлкесінде Мәді деп бір әйел кісі шықты. Бұның барлығы дін тұрғысынан бауырлар ағаттық, қателесу болады, сауатсыздық болады. Емделесіз бе? Дәстүрлі медицинаға емделуге әрекет жасаңыз. Оқыған, ол кісі сүйенетін нәрселері бар, ол кісінің өзінің тексеретін құралдары болады. Сіздің дертіңізге анализ жасап, толыққанда сіздің дертіңізді зерттеп, соң сізге ем жазып береді барынша. Бірақ енді суға батқан адам су бетіндегі сабанды да құшады деген сөз бар. Сол сияқты адам баласы ауырғаннан кейін дәрігерді ақтарып, бәрін аралап бітті, дәрігер емін таппайды. Ал енді таппағаннан кейін қайда барамын дейді ғой. Сол жағынан айтқым келетіні біздің ислам дінінде расында да Құранменен емдеу, шөппенен, соған ұқсас заттарменен емдеу бар. Бірақ ереже бар. Оқылған Құранды сол бір адамға Құранмен емдеу үшін ол адамның өзі мектеп көру керек. Мектеп көрмеген адам Құранменен екінші адамға дем салуға ақысы жоқ. Өйткені ол мүмкін Құранды бұзып оқып жатқан шығар. Құдай екеу деп оқып жатқан шығар. Мүлде Құдайға табынбайық деп оқып жатқан шығар. Мүлде отқа табынайық, суға табынайық деп оқып жатқан шығар. Оның өзінің оқып жатқан не екенін де білмейді. Ұста бұзар дейтін содан. Сонан соң бұл өзінің де арнайы әр нәрсеге оқылатын өзінің оқуы бар. Мысалы, енді әдейі сауал болғаннан кейін айтылып жатыр, оны жын пері дейміз, оны да классификацияға бөледі. Ол әрқайсысына өзінің оқылатын аяты мен өзінің бөлек сүрелері бар. Қайбір сөздің қанша рет қайталауы бар. Адамның денесінде қанша тамыр болса, сол тамырдың қай бұрышында жүретініне қарай сол тамырды басылатын орындары бар, берілетін дәрі дәрмегі бар. Бұл да бір жатқан ғылым. Оны меңгеріп, ұстаздан алып шықпай, өз білгендігінше мен бір түнде ұйықтап тұрып, таңертең тәуіп болдым деген адамға барсаңыз, сіз өзіңіздің өміріңізге өзіңіз қастандық қылғаннан басқа еш нәрсе жасамайсыз. Ал дін тұрғысынан бұл адам сауатсыз саналып, адамға зиянын тигізуші деген атқа ие болады, одан басқа еш нәрсе емес. Емшінің бәріне сене бердім деп, соның бәріне емделе бермеңіздер деген келеді. Оның барлығы дін мектебін көрмеген, дін туралы не айтады олар? Ондай болса, руханиятты дін басқаратын болса, онда дін мектебін көрген, сауатты адамға барыңыз. Егер шынымен-ақ сондай бір нәрсеге емделгіңіз келсе, ал дұрысырағы әлбетте бірінші орында медицина, яғни дәстүрлі медицинаға қаралып, сол жерден толыққанды емделуге әрекет жасаңыз.